дейсің. Мне так приятно. Я екеуміздің жалпы отырысымыз, сенің тәтті ұйқыға кетуің күшті болу үшін мен терезе ашып қойдым. Кішкене құстардың дауысы естілуі мүмкін. Адам жалпы таза ауада жақсы ұйықтайды ғой. Хорошо. Негізінде андай күшті американский фильмдерде торғайлардың дауыстары андай чик-чирик күшті болып жатады ғой. Мен жақта көбінесе қарғалардың дауысы шығады. Андай бір российский жағдай про войну фильмдер болады ғой. Сол сияқты қарқылдап. Альхамдулилля. Енді осы локацияны Аллах тағала маған бұйырған екен. Мен соңғы 10 жыл таң атқанда, түсте де, кешкілікте осы дыбысты естимін. Альхамдулилля. Кейде ойлайсың, деп. Бірақ сосын өзіңді қайтадан андай тәубеңе алып келесің ғой. Альхамдулилля. Маған вообще сенімен осылай өзімнің ішкі күйіммен, өзімнің сондай плюсмен, жақтарымен, барлығымен бөліскен өте қатты ұнайды. Альхамдулилля. Енді бұндай нәрсені мен көбінесе енді ешкімге айта бермеймін негізінде. Мен сені тыңдаймын, сен мені тыңдайсың. Вообще күшті ғой. Так, бүгін давай жаймендеп Аллах тағаланың жаңағыдай зікірлер, Аллах тағаланың ұлықтау сөздерін жаймендеп сыбырлап айтам, хорошо? Потому что сенен сондай заявка түсті маған. Жалпы бисмилля, альхамдулилля, Аллаху акбар, ля иляха иллалла, машалла, субханалла деген сөздерді сыбырлап айтасыз ба деген нәрсе. Маған бірақ сіз деп сен деп обращение жасай бер, хорошо? Сіз дегенде мен қартайып кетемін. Маған ол ұнамайды. Сен дей берші. Маған андай кейде дүкендерде жас қыздар, енді жігіттер андай апа деп айтып тұрады ғой. Или даже өзі менімен құрдас болуы мүмкін, менен үлкен болуы мүмкін. Сол кезде апа деген кезде это так больно. Это как жаңағыдай ойбай, нож в спину деген сияқты. Сондай нәрсе, в общем. Енді мен жасырмаймын. 40-қа жақындап келе жатырмыз. Жасырмай, мойындаймын. Альхамдулилля. Альхамдулилля, негізінде бұл бар ғой. Кәдімгідей адам өзінің жаңағыдай болады ғой, бір жастық шақта көп болуды қалайды, үлкеюді, есуді қаламайды. Сол кездері адамда сондай бір стресс болады негізінде. Тіпті адамдар депрессияға кіріп кетуі мүмкін. Менің өмірім өтіп жатыр, босқа өтіп жатыр. Сондай бір мен анандай бір есею, қартаюға келе жатырмын деген сияқты. Енді ол эмоциялар ғой, ондай негативді ойларды шайтан қосалатын. Ал біз ақылды адам болғасын, мұсылмандар болғасын, ондай нәрсеге көп ере бермейміз. Но иногда болады енді, какая-то бір волна, толқын келіп кетеді. Сосын бүйтіп шығып кетесің, альхамдулилля. Өмір болғасын, солай болады. Мен саған күнде айтам, өмір болғасын, біздерде всегда в шоколаде, всегда на позитиве болмаймыз. Бізде болады, кейде негатив болады. Это нормально. Альхамдулилля, 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 альхамдулилля. Так, разумеется. Альхамдулилля, 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 альхамдулилля,
жалпы бұл дүниеде керемет нәрсе көп қой. Аллах тағаланы бізге барын, бірлігін көрсетіп тұратын заты көп қой. Алхамдулилля. Дәл өзі тіліміздің өзі қандай бұлшық еттер бұяқта. Алхамдулилля. Адам қанша робот жасаса да, қанша нәрсемен адамға сөйлеу қабілетін мысалға бере алмайды. Алла қаламаса. Алланың құдіреті. Мен кешегіде мен жалпы өзім документальный фильмдер болады про животных, про океан, рыб, в общем, тіршілік туралы, адамнан басқа тіршілік әлеміне байланысты документальный фильмдерді қарауды қатты ұнайды маған. Саған ше? Машалла. Вкусы разные. Алхамдулилля. Вот сондай фильмдерді қараған кезде мен деген прям Алланың қандай жаратылыс, субханалла жаратқанын, Алланың ұлықтығы, Алланың сондай бір хамд, Аллаху әкбар екендігі, маған сигітта вот прям бекітеді ғой жүрегіме ше. Субханалла. Кешегіде бір су асты әлемі, океаны, Тихий океан туралы қарадым, сондағы тіршілік көздері. Субханалла. Жалпы мынандай хадис бар ғой, құдси хадис па, или жалпы хадис па, Аллах тағала айтады, адам жалпы көзіңді, или даже ол Құранда келе ме, субханалла, білмеймін, нақты білмеймін, бірақ адам баласы көзіңді айналдырып кел дейді, бүткіл бар жан жағыңды қарап, дәл осы бір Аллахқа бір какой-то бір қалай отандай бір недовольство, Алла жоқ деген сияқты бір нәрсе дәлел келтіру үшін көзіңмен әлемді айналып келші дейді, айналып көзің өзіңе талып шаршаған күйде қайта оралады дейді. Рас, 100%, 1000% рас. Бұл әлемнің барлығы, Аллах тағаланың барлығы бірлігін әлемге қарап, өзімізге қарап, тілгімізге қарап, көзімізге қарап білуге болады. Субханалла. Қолдарымызға қарап Алланың бірлігін білуге болады. Қолды қазір қаншама дәл осы рабата техника көп болғандың, керемет болғанның өзінде де мынандай қылып бізге ешкім жасап бере алмайды. Бәрі Алланың қалауымен. Қаншама нерві, нейрондар, мына саусақтың ұштары, жалпы мына адам баласының саусақтары, менікі сенікіне ұқсамайды, сенікі басқаға ұқсамайды. Әркімде әртүрлі, бұл қайталанбайды, субханалла. Даже қыстың күні андай нелер жаумай ма, қарлар. Сен андай қар көрдің ба вообще, әлде теплой странада тұрасың ба? Көрдің ба? Қардың снежинкалар болмай ма? Қазақша снежинка қалай еді? Үлпек па қалай? Солар бір-бірімен қайталанбайды. Әр үлпек, әр снежинка әртүрлі болады. Субханалла. Субханалла, субханалла, субханалла. Аллаху акбар, 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 Аллаху акбар. Субханалла, 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 альхамдулилля, ла илляха илlallah, Аллаху акбар, 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 субханалла, альхамдулилля, ла илляха илlallah, Аллаху акбар. Субханалла, бұл Аллах пәк деген, альхамдулилля деген, Аллахқа мақтау болсын. Ла илляха илlallah, Аллахтан өзге ешбір тәңір жоқ. Аллаху акбар, Аллах ұлық деген мағынаны білдіреді. Бұл сөздерді біз мағынасын біле отыра, просто тілмен емес, мағынасын біліп, түсініп, жүрекпен сезінген кезде, бұл зікірдің жемісі деген керемет. Міндетті түрде біз жемісін көреміз. Алхамдулилля. Келісесің ба? Алхамдулилля. Алхамдулилля. Алхамдулилля.
сосын көп жағдайда біздің жолымызды ашатын дүние бұл алладан кешірім сұрау, истиғфар. Астағфирулла ва атубу илейх. Астағфирулла, астағфирулла ва атубу илейх. Мен бұның жемісін көрген адаммын. Вот прям сказка сияқты бар ғой. Анандай астағфирулла, астағфирулла ва атубу илейх. Аллахқа жиі тәубе етсек жолымыз ашылады. Кәдімгідей күнде бітіре алмай жүрген шаруаларым бітіп, бір ісім алдыға жүріп, кәдімгідей бір уақытта берекет болып, сондай бір будни, кәдімгі бытовой нәрселерде мен соны көрем. Вот саған да советую. Астағфирулла, астағфирулла ва атубу илейх. Астағфирулла, Аллах мені кешір. Астағфирулла ва атубу илейх дейін. Аллах мені кешір. Аллах мені кешір, мен саған тәубе етем. Астағфирулла, астағфирулла ва атубу илейх. Осы екі зікірді күнде айта бер, күнде 100 мәрте айт. И вообще санамай-ақ қой, сен бүгіндікке 10 рет айттың ба, әлде 50 рет айттың ба, это не важно. Сен күніне айтасың. Оны сезіне отырып айтудың мәні бар. Қазақтар айтады ғой, санынан сапасы жақсы деп. Сол сияқты оның сапасы болу керек. Сен прям жүрекпен сезіну керексің. Алладан кешірім сұрап жатқаныңды сезіну керексің. То, что сен шынымен де мойындап астағфирулла, астағфирулла ва атубу илейх. Расымен де қанша күнә жасадық қой, қаншама көзбен, тілмен, құлақпен, аяқ қолмен. Барлық мүшелерімізбен адам баласы жасай береді. Адам баласы сондай күнәға бейім тұрамыз. Солардың барлығынан біз Аллах Тағаладан кешірім сұраймыз. Астағфирулла, 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 астағфирулла ва атубу илейх. Құр сөз емес, сан емес. Мен нелер болады ғой, четкілер, электронный бір басатын бірдемеселер болады ғой. Вот сол нәрсе маған ұнамайды бар ғой. Білмеймін, адам деген цифраларды көреді да, 2000, 5000, 7000 айттым деп. И соған білмеймін, андай бір мастанатын сияқты ма, ықылас кетіп қалады да, керек емес ондай нәрсе. Сен хотя бы 5 рет айттың, сен от души айттың. Аллах Тағала шыншылдықты, сол ниетіңді, соны бағалайды ғой. Саны керек емес Аллахқа. Сапасы керек. Алхамдулилля, 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 алхамдулилля. Субханаллах, алхамдулилля, ла иляха иллаллах, Аллаху акбар. Бисмилля, 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 бисмилля. Жалпы бисмилля ол Алланың атымен деген сөз. Кез келген істі біз бисмиллямен бастасақ, тоже берекет болады. Тамақты бисмиллямен бастаймыз. Отырсақ, су ішкен кезде, бисмилля. Машинаға отырғанда тоже бисмилля. Отырып бірдемесе сабақ, бірдеме жазатын кезде тоже бисмилля деп айтқан. Төсекке жатқанда да бисмилля деп айтқан. Жақсы. Және ашуланған кезде бисмилляны қайта-қайта айта берсек, мен тоже, мен байғұс точно білмеймін қай жерден. Қандай ол хадис ба әлде? Жалпы кімнен естіп едім мен? Муфтимен деген шейх па екен? Әлде қайсысы біреу бір шейхтардан естідім. Жалпы ашуланып тұрған кезде бисмилля, бисмилля, бисмилля деп айта берсек, шайтан бізді ашуландырып, қоздырып, бір нервымыздың күшеюіне бізге от жағып тұрған шайтан. Бисмилля, бисмилля деп айтқан кезде кішірейіп, шыбынның өлшемі, размер шыбын сияқты болып қалады екен. Ол кезде ол әлсіреп қалады ғой. Сөйтіп біз сол бір бисмилляны айту арқылы ашуланып тұрған кезде ашудан арыла аламыз. Иншалла. Енді Аллахтың аты аталған жерде шайтан отырмайды. Алланы атаған кезде шайтан болмайды, қашып кетеді. Білесіңді. Умничка, молодец. Альхамдулилля. Әйел адамның жалпы біздер енді керемет шайх болмасақ та, бірақ шамалы сауатты болғанымыз жақсы. Сен білесің. Машалла.
өзіне қызығатын болсақ, иә, мысалға мен сенің шаштарыңа қызығамын, машалла, машалла, иә, вот сол кезде біз машалла деп айтуымыз керек, машалла. Сол кезде андай біздің көзіміз болатын болса, жалпы көз тию бар ғой, енді біз көз тигізіп алмаймыз, машалла деп айтсақ. Анадай мә шашың күшті екен, вау десең, көзің тиіп кетуі мүмкін. Егер мә шашың күшті екен, машалла десек, иә, алла берекет берсін деп тілесек, онда саған жалпы адамға енді көз тимейді, иншалла. Жалпы мұсылманның ең жақсысы ол тілімен де қолымен де зиян тигізбеген ғой. Мұсылман адам, енді біздер ешкімді зорлап-зомбылап ұрмасақ та, бірақ хотя бы тіл, иә, олай істемейміз ғой енді, альхамдулилля. Но біздер тілмен зиян тигізу мүмкін да. Дәл осы біреуге көз тиіп кету қаупі болады. Егер біз дәл осы бір машалланы айтпасақ, иә, тамақ істегенде бисмилланы айтпасақ, солай біз отбасымызға да зиян тигіземіз. То, что оларға тамақты дәретсіз, или даже ладно, дәретің болмасын, но хотя бы бисмиллямен, иә, сөйтіп біздер пайдалы боламыз. Әйтеуір зиянымыз тигізіп алмаймыз, иншалла. Бисмилля, бисмилля, альхамдулилля, альхамдулилля, альхамдулилля. Мен жалпы саған айтып жатқан дүниелердің барлығын енді саған айтқаннан кейін барып өзім жаңағыдай жасауға бел буамын да, кәдімгідей арсеналыма жинай бастаймын. Мен де адаммын ғой, мен де кейде істеймін, кейде істемеймін. Но сенімен сөйлесіп шыққаннан кейін мен прям ойлаймын, мә Ғалия, сен деген жаңа айттың ғой, өзіңнің жақыныңа айттың ғой, енді сен өз айтқандарың амал шаша шеш деп кішкене ойланатыным бар енді. Альхамдулилля, альхамдулилля. Көздеріңді жәймендеп жұма ғой. Иә, менен кейін обязательно ұйықтап қалшы, пожалуйста. Басқа ешкімнің есігін қағып жүрме менен кейін. Иә. Мен саған жақсы көңіл күй сыйлауға тырысамын. Иә, менің әңгімемнен кейін сен ұйықтап қалу саған вот прям надо ғой. Иә ма? Потому что біздер енді Аллахты еске алдық, жақсы сөздер сөйледік. На этой волне, на этой энергетике сен иншалла ұйықтап қалу керексің. Потому что сен менен кейін тағы басқа левый шаруалар жасайтын болсаң, ол кезде сен ұйықтай алмайсың. Иә. Кеш ұйықтап қаласың сосын. Это тебе не надо. Саған ерте жату керек. Иә. Жалпы адамның ұйқысының дұрыс болуы, ол оның денсаулығына да, дүниясына да, ақыретіне, дүниясына, денсаулығына, тірлігіне өте маңызды. Алдында айттым ғой мен саған, сенің тіпті ақша табуыңа, табыс табуыңа, ұйқыңның жақсы болуы тікелей әсер етеді. Мен өтірік айтпаймын. Мен дұрыс нәрселерді айтамын, иншалла. Просто кейде ол дұрыс нәрсемді қаяқтан естігенімді ұмытып қалатыным бар енді. Сол дұрыс емес.